Алтын доп арнасының алтындай достары, ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Ең жақсы спорттың жанкүйерлері, қолдауларыңызға бірден алғыс айтамыз. Біздің арнамыздың жүріп жатқаны, шығып жатқаны тек қана сіздердің қолдауларыңыздың арқасы. Ал енді бүгін біздің арнамыздан көретін ақпараттарыңыз мынандай. Душан Влахович пен Федерико Киеза қайтадан бір клубта ойнамақшы. Хусановты Манчестер Сити сатуға дайын. Алтын доп алатын ойыншылардың тізімі жаңартылды, Ямал бірінші орынға шығып кетті. Осы және басқа да футбол ақпараттары бүгін сіздердің назарларыңызда. Достар, еңбегімізді бағалап, лайктарыңызды басып, арнамызға жазылып қойсаңыздар, біз өте қуанышты болар едік. Ал енді әдептен озбай, көп созбай бастаймыз. Кеттік. Сандро Тонали Ньюкаслда қала бергісі келеді, себебі жанкүйерлерге деген, клубқа деген алғысы шексіз. Ол 10 ай футболдан шеттетіліп қалған болатын, және де осыған қарамастан оны жақсы көрген жанкүйерлерге алғыс айтқысы келеді. Және де дәл қазіргі Ньюкаслдың бас бапкері Эдди Хаудың қол астында ойнағысы келетінін жеткізген. Және жалпы Ньюкаслдың басшыларына да айтқан қалғысы келетінін, ал Тоналиға қызығып отырған клубтар жоқ емес. Бар, Италиядан Наполи, Ювентус атты клубтар бар. Ал АПЛ-дан Манчестер Сити да бұл ойыншыны өздерінің қатарларына қосқысы келеді. 24 жастағы ойыншыны Ньюкаслда оңайдан оңай жібергісі келмейді. Ньюкаслда қарсы емес қалуына, және де осы команданың, клубтың, Ньюкаслдың ең бір белді мүшесі, негізгі мүшесі ретінде қарайды, және жақын арада жаңа келісім шарт ұсынуға дайын. Яғни Сандро Тонали ешқайда да кетпейді. Ньюкасл Тоналиді өздеріне алып қалғысы келеді. Тонали Ньюкаслдан ешқайда кеткісі келмейді. Екі жақтың да осы мәселеге көңілдері толады. Душан Влахович және де Федерико Киеза екеуі Фиорентинада шайқаған болатын, және үздік топ клубтардың көздеріне түсті. Осы мәселелерге байланысты Ювентус екеуінде өздерінің қатарларына қосқан болатын. Енді бірінші Ювентус клубына Федерико Киеза келді, одан кейін Влахович та келіп қосылды. Бірақ Максимилиано Алегри сол кездегі Ювентустың бас бапкері шабуылшыларды дұрыс пайдалана алмайды деп санайды. Енді сарапшылар, шабуылды нақты өздерінің орындарына емес, көбінесе қорғанысқа көмектестірді. Ашыла алмады Влахович та, Федерико Киеза да. Және де Федерико Киеза бірінші кетті Ювентустан. Өздеріңіз білесіздер, қазір Федерико Киеза Ливерпульдің қатарында, және де Ливерпульға барып жарқырады деп айта алмаймыз. Тек қана қосалқы құрамда отыратын ойыншыға айналды. Федерико Киезаға дәл қазір ойын уақыт керек, және де Ливерпульдан кететіні белгілі. Ал енді Влаховичқа келетін болсақ, Влаховичтің бір ғана маусым келісім шарты қалды Ювентуспен, және ол жерде Влахович өте үлкен жалақы алады, сондықтан да Ювентус оны алып қала алмайды. Влахович та осы маусымнан кейін кететін болады Ювентустан, жазғы трансферлік терезеде. Бұл екеуін неге байланыстырып отырмыз? Себебі екеуі бір клубта қайтадан бас қосатын болады деген ақпараттар өте көп шығуда. Ол қай клуб десеңіздер, Түркияның Фенербахче клубы. Фенербахченің жалпы басшылары Влаховичқа көз тікті, және келіссөздер ауызша басталды деген ақпараттар бар. Ал қазіргі Фенербахченің бас бапкері Жозе Мауриньо Федерико Киезаны ұнатады деген. Федерико Киезаны алуды өзі сұранып отыр басшылардан. Осы мәселелер реттелетін болса, осы жазғы трансферлік терезеде Түркияға Влахович және де Федерико Киеза келіп қосылатын болады. Родриго сатылады деген ақпараттар өте көп шығып жатыр. Оған енді Родригоның өзі де қарсы емес деген ақпараттар да шықты. Кейбір басылымдар айтып жатады, Родриго сатылады, андай, мындай деген сияқты. Бірақ Родригоның өзі кеткісі келеді деген ақпарат енді шықты. Родриго қандай сұхбат берсе де, мен Реал Мадридта қалғым келеді, Реал Мадридтің негізгі мүшесі болғым келеді, Реал Мадридпен жетістіктерге жеткім келеді деген ақпараттарды шығарған болатын. Бірақ соңғы сұхбатында кейбір басылымдар және абыройлы басылымдар Родригоның өзі де басқа клубқа барғысы келеді деген ақпараттарды шығаруда. Ал Реал Мадридтің басшылығы Флорентино Перес Родригоны сатуға қарсы емес дегенде басылымдары бар. Жалпы Родриго звездалар, Реал Мадридтағы жұлдыздардың арасында жүргісі келмейтін көрінеді. Өзі көлеңке болып қалғанын байқағанда сияқты. Барлық атақ, абыройдың бәрі Реал Мадридта, Винисиуста, Килиан Мбаппеда, Беллингемда деген
сияқты осылардың ортасында жүргісі келмейтін көрінеді қазіргі таңда Родриго. Енді Родригоны Реал Мадридті алып қалатын бірақ нәрсе бар деп санайды сарапшылар. Родриго жаңадан келген бапкер Хави Алонсо Родригоға айтса, Родриго, сен менің проектімдағы жалпы негізгі ойыншылардың бірісің, сен маған керексің, қал деп өтінетін болса ғана Родриго ойлануы мүмкін. Ал енді Реал Мадрид келесі маусымда жартылай қорғанысты толықтай реттегісі келеді, топ ойыншылар алғысы келеді. Оған ақша қайда? Оған ең негізгі емес Реал Мадридтағы ойыншы ол Родриго. Және де қымбатқа сата алатыны белгілі. Родригоға қызығып отырған клубтар көп, өте үлкен ақшаға сата алады. Және де Родриго кетіп қалса ештеңемізді жоғалтпаймыз деп санауы керек. Реал Мадрид сатуына қарағанда Родригоға қызығып отырған топ клубтар жетерлік. Енді негізгі қызығып отырған клуб Родригоға Ливерпуль алдыңғы трансферлік терезелерде де жақсы ақша ұсынған болатын. Осы маусымнан кейін Родриго жалпы басылымдардың ақпараттардың жеткізуінше Ливерпульдің қатарына барып қосылады. Абдукодир Хусанов негізінде Манчестер Ситиға жақсы жарасады деп санаған едік, бірақ соңғы кездері мүлдем Пеп Гвардиола оған назарын аудармауда. Және де Пеп Гвардиола мынандай ақпараттарды шығарды. Абдукодир Хусанов біздің әлі тактикамызға жалпы командалық тұрғыда үйренісе алмауда деп санайды. Осы мәселелерге байланысты жазда Манчестер Сити Хусановты сатуға дайын деген ақпараттар өте көп шығуда. Енді өздеріңіз білесіздер, Абдукодир Хусанов деген Манчестер Ситидің жанкүйерлерінің айтуынша айдың үздік ойыншысы да болып үлгерген еді. Осының бәрі Пеп Гвардиоланы жұбатпады. Қазір Абдукодир Хусановқа Барселона қызығушылық танытуда. Барселонаға жақсы қорғаушы керек орталық және де перспективасы бар қорғаушы деп санайды Хусановты. Хусановтың жалпы ойын стилі Ханси Фликқа жақсы келеді деп санайды. Сондықтан да Барселона осы жазғы трансферлік терезеде оны жалға алады және де сатып алу құқығымен деген ақпараттар да шығуда. Онымен қоса енді таңғаларлық жағдайы Манчестер Ситидан Эрлинг Холландты алуға дайын екен Барселона. Барселонаның қазіргі қаржылық жағдайы реттеліп келе жатыр. Көкжиектен күн көрінеді деп күн көрініп жатыр. Жалпы сәуле түсіп жатыр. Қазір Барселонаның жағдайы қаржылық жақсарды. Эрлинг Холландты алуға да дайын көрінеді. Енді Эрлинг Холланд өздеріңіз білесіздер, Ямалды неше рет сторисқа да салған болатын. Ямалды жақсы көреді, Ямалмен ойнағысы келеді. Ямал оған керекті пастың бәрін жеткізіп береді деп санайды. Онымен қоса Ла Лигаға келетін болса, Барселонаға Килиан Мбаппенің негізгі қарсыласы болады. Бұл Мбаппе үшін де, Холланд үшін де пайдалы, жанкүйерлер үшін өте қызық. Енді Пеп Гвардиола бір ақыл айтқан екен Эрлинг Холландқа, сен Манчестер Ситиде қалғаныңды қалаймын, бірақ егер де шынымен де қалғың келмесе, кеткің келсе, Барселонаны таңдағаның дұрыс деп ақыл айтыпты. Ол да ақыл сұрайтын адамды тапқан екен. Пеп Гвардиоланың басқа клубты айтпайтыны белгілі ғой. Енді негізінде бұл екі трансферді алатын болса, екеуінен де ешқандай кемшілік көріп тұрған жоқпыз. Хусанов жылдамдығы өте жоғары, физикалық тұрғыда мықты, 90-мен тоқтамай жүгіріп беруге жарайды. Ал Эрлинг Холланд жайлы айтпасақ та белгілі, ол гол салатын машина. Егер де осы екеуін ала алатын болса, Барселонаны келесі маусымда тоқтату биылғы маусымнан да қиын болады. Алтын допты аламын деген үміткерлер өте көп, оның көбі Барселонаның ойыншылары. Рафиня деп ойлауыңыз мүмкін, Левандовски деп ойлауыңыз мүмкін. Бірақ та қазіргі жаңартылған рейтинг бойынша Ламин Ямал алдыға шығып кеткен екен. Ламин Ямал 17 жасында ойлаңыздар, футболшының ең маңызды жылдың үздік ойыншысы алтын допты алатын болса, 17 жасында нағыз рекорд осы болар еді. Енді сіздерге ақпараттарды жеткізе кетейік. Бұл алтын допты алған ең жас ойыншы ол Роналдо еді, 21 жасында алған. Бұл рекорд бұзылмағанына 30 жылдай болып қалған. Енді 17 жасында Ямал алатын болса, ол рекордты енді ешкім бұза алмайтын да шығар бәлкім. Лайықты ма Ламин Ямал? Ойыны керемет, Барселонаны сүйреп жатыр. Қазір Ламин Ямалды Барселонаның құрамынан алып тастайтын болсаңыздар, Барселона қандай болады? Әлсіреп қалатын сияқты. Меніңше өте лайықты, талантты ойыншы. Ямал қазір алтын допты алудағы тізімде бірінші орында тұр. Негізінде Дембеле де бар бұл қатарда. Дембеле жарақат алып қалды деген ақпараттары бар. Кейінгі ойындарға қатыса алмайтын болса, және де Дембеленің орны да Парис Сен-Жерменде ерекше.
егерде Дембеле қатыспай Арсенал ары қарай шығып кететін болса, Ламин Ямалға қарсыласта қалмауы мүмкін. Сіздер келісесіздер ма? Ямал алтын допты алуына өздеріңіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді әлбетте комментарияға жазып отырсаңыздар болады. Ал достар, біздің алтын доптың YouTube арнасына тіркеліп қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Бізбен бірге болыңыздар. Қолдап жүрген достарға біз тек қана алғыс айтамыз. Біз сіздермен біргеміз, сіздер бізбен бірге болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.